Бірінші сынып оқушысының сейсенбі күнгі сабақтарын жасақтаймыз. Міне сумкасы: сауат ашу, математика, жаратылыстану, көркем еңбек, өзін-өзі тану, математика курсы. Бір күнде болатын сабақ. Міне бұл біздің сумкамыз. Сумкамызда еш нәрсе жоқ. Енді күнделік бойынша сауат ашуымызды қоямыз. Міне сауат ашу. Сауат ашуымызды сумкамызға саламыз. Келесі пән математикамызды саламыз. Міне екі пән. Математикамыз оқулық пен жұмыс дәптерін саламыз. Одан кейінгі жаратылыстану пәні. Үшінші пәніміз жаратылыстану пәнін саламыз. Көркем еңбек пәнін саламыз. Міне көркем еңбектің кітабы және дәптері. Одан кейін өзін-өзі тану пәнін саламыз. Өзін-өзі тану пәнінің оқулығы мен жұмыс дәптері. Одан кейін математика курсы бойынша жалғыз бір дәптер саламыз. Ең соңында күнделігімізді саламыз. Бұл бітті. Енді күнделікті мектепке қажетті, математикамызға қажетті, сауат ашуымызға қажетті күнделікті мектепте қолданатын құралдарымызды саламыз. Жаңағы көркем еңбекте пайдаланатын карандашымызды саламыз. Көркем еңбекте пайдаланатын кистыларымыз бен краскамызды саламыз. Одан бөлек жаңағы су құйғышымыз бар. Және пеналымызды саламыз. Ішінде ручкалармен. Бұл бітті. Және мектепте шетін суын саламыз. Мектепте шетін суын саламыз. Мына жерде дәптерлері бар. Қосымша пәнге арналған. Міне суын саламыз. Енді сумканы жабамыз да өлшейміз. Міне таразымыз 0. Енді осыған қояйық. 5 килограмм 275 грамм. Оған қосамыз. Күнделікті физкультураға киетін киімдерімізбен қосамыз. Сол кезде 1 килограмм 120 грамм. Бұл бөлек. Негізгі сумкамыз, міне салмағы. Күнделікті сабақ жоспар бойынша сейсенбі күнгі сабақ жоспар бойынша жасақталған сумка 5 килограмм 225 грамм. Барлығын қосқан кезде, міне 6 килограмм 375 грамм.